Қараңыздар достар, 18 475 752-де 57 жиналып қойған қаражат, өздерінің жинаған ақшалары, осы оценочный показательге кіресіздер и қарайық. Мынаның бәрін данныйларын бәрін жазып алдым мен. Дәптерге қараңыздаршы. Оның 17 130 жиналғаны, 674 847 вознаграждениесі и госпремиясы. Енді үшеуін бәрін қоссақ, по идее, мына 18 475 шығу керек қой. Енді реальный калькуляторға келіп мыналардың бәрін салыңдаршы. Сол кезде 18 598 шығады да, 434 теңге, 793 теңге бар. Мына екеуінің айырмасы 122 682 теңге. Мына жерде 18 598 көрсету керек, мынаны көріңізші. Бірақ бұларда 18 миллион. Енді қайда деген кезде сіздер де сөйтіп қарасаңыздар, мына үшеуін қоссаңыздар, мына жерде суммадан көп болады. Соны қайдан көресіздер? Оны бүйтесіздер, инфоға кіресіздер. Инфоға кірген кезде вознаграждение за текущий год деген қараңыз, 122 682 36 ма тура мынау шықты. Яғни мынау биылғы вознаграждение қосылмай көрсетіліп тұрады. Бүкіл отбасы банктағы бүкіл салымшыларда осындай болып тұрады. Осыны біле жүріңіздер достар. Видео пайдалы болатын болса астына комментарий, лайк аямаңыздар. Пайдалы видеолар жібере алмау үшін менің парақшама міндетті түрде тіркеп қойыңыз.